Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбын көріп тұрғандарындай біз бомж жолын жалғастыратын боламыз. Бұл видеода өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарий санын көбейтіңдер, ал ендеше бастаймыз. Алдыңғы видео осы жерде аяқталған болатын, ал бізде қазір осы аккаунтты привязка қоятын боламыз. Себебін айтқанда біздің аккаунтты ешкім ұрлап кетпес үшін. Бізге привязкаларды жасаған үшін 10.000 рубль және де жанына бір күнге VIP платинум берді. Және де мен больницада медкарта алуға заявка тастап қойған болатынмын. 10 минуттан осылай тастадым. Ал енді біз 10 минут бойы блэкбастың заданияларын жасап, квесттарды орындаймыз. Медкарта дайын болам дегенше осы квестті орындап тастаймыз. Банковский счет ашатын боламыз. Қазір осы мен банковский счеттың атын путь бомжа деп ашатын боламын. Міне жа деп жазамыз и все. Осылай бізге осы квест үшін бізге 5000 рубль және де 1 XP берді. Келесі квест осы шоппинг квесті. Осы жерден, яғни қазір біз 10.000 рубльға біз очки алатын боламыз. Ал одан кейін бізге 10.000 рубль береді. Сонда бізде халява очки болады. Еще с нуля маған 1 XP берді. Біз квесттарды орындап жатқан кезімізде уже бізге медкарта дайын бопты. Енді біз алдық, сол үшін бізге 10 рубль және де 1 XP берді. Промокодтан берілген осы заттарды алып аламыз. Одан кейін біз қазір осы высокий автосалонға баратын боламыз. Себебін айтқанда Девиро көлігін, яғни Bugatti көлігін аламыз. Ал біз высокий класстан Bugatti көлігін алдық. Ал біз қазір тезірек барып военкоматқа тұрып военный боламыз. Ал біз уже военкоматқа келіп жеттік. Қазіргі осы тесттарды алдарыңызға көрсететін боламын. Ал бізде уже алдарыңызда осы тесттің жауаптары. Ал біз военкоматқа өттік, сол үшін бізге 6000 рубль және де 1 XP берді. Ал ендігі кезек біз военный частьқа барамыз. Біз военный частьқа келдік, ендігі кезек формамызды ауыстырып, келесі осы тесттерді өтіп тастайтын боламыз. Мен тестті өтіп болғанша мен уже 3-ші уровеньға келіппін, сол үшін маған зарплата берді және де осындай 3-ші уровеньға келіп жеттім. Осы үшін маған 50.000 рубль берді достар. Біз енді эуфрейтормыз, ең алдымен бізге армейский барон деген қызылмен тұрған квесті орындап тастайтын боламыз. Біздің міндетіміз осы жерден анау казарманың ар жағына барып, казарманың шетіне барып, тезірек анау метканы алып, грузды алып, осында қайтадан келу. Сол үшін бізге 20.000 рубль беретін болады. Мен сіздерге скорспен бере салайын, себебін айтқанда сіздерге бұл жер қызық емес болады. Біз баронның барыганы бітірдік, енді кезек мұнда перекоп жасайым деген ой болып тұр. Бірақ достар, астыға хейт жазудың керегі жоқ, себебін айтқанда мен перекопқа вообще жоқпын. Мен уже армейский барон барыганы бітіріп, уже 366.000 рубль жинап тастаған болатымын. Осы четырнашкалардың бағасын қарасын вообще уда екен, сондықтан мына басқа стоковый көліктерді алам деп шештім. Осы стоковый приораны қазір мен Рамсборс деген баладан 210 мыңға алғалы жатырмын. Қазір мен оны кидать еткен күтемін. И достар, бізге кидать етті. 212.000 рубльға стоковый приораға алдық. Енді кезек осыны внешкасын тазалап, номерін знактар тағып, осыны сатуға болады.
внешкасын туралау үшін осында тонировка қоюға келдім. Міне нольға апарамыз да, и бізде бірінші тонировка қойылды. Енді задний приора осы заднийға қоятын боламыз тонировканы, и артқа қоямыз, и все, достар. И осы арқылы біз енді осы приорада көп ақшаға сатсақ та болады. Ал достар, осы жерден біз қазір российский неме алатын боламыз, номерный знакты. Ал достар, міне осы жерден видеоны аяқтап тастайын. Келесі видеода тоже қызықты болады. 3-ші бөлімді тезірек көру үшін осы видеоға примерно 80 лайктан асып тастаңыздар. Ал десе біз осымен видеоны аяқтаймыз. Давайте, достар.